жеңіс жақта оны істеп жатыр. Ал ендігі кезек ертең айтсын, мына кісілер қандай көңілді деп таңғалып отырсың. Ал ертең Нұргүл, жеңіске еттік жүрейік. Сосын бір қыз жеңіс сенді жоқ екі қыз бір жігіт екі қыз екі жігіт давай аттарына шақырайық кеттік әне шақыра білейік Жанар Аты шақырады битке екіншісі шақырады тактигімді тиіске үшіншісі шақырады екіншісі шақырады тактигімді Ал енді Нұргүл жеңісіне екеуің бара беріңдер. Сіздер мынау ортаға дөңгелек тұрады, дөңгелек круг жасайды, круг. Бір қыз бір жігіт. Круг жасаймыз. Олдылар. Аха, болды осылай тұрамыз да, сосын музыка ойнап, айналып билейміз. Біргеде музыка тоқтап қалады, сол көздердің арасы шығып үлгіреміз. Кім қалып қояды сол ойыннан шығады. Шығып үлгіруіміз керек. Домалам, жақындамаймыз, осылай домалам билейміз. Кеттік, музыка. Қоңырыңмен әнді сарын бір өзім, көктен тұра кеткендей ақ нұр жүзің. Кезіктерден қоңырау кеш қоңырда, қоңыр көзде қоңыраттың бір қызы. Молодец. Қайда резинка? Киеміз, давай тез жылдам. Сосын дайындалып, бұған резинка қарамаймыз. Айналып жүрейік мына кішкене. Бір-бірімізге жақындамай. Сосын алыстатан, сосын белге қоямыз, белге. Ал кеттік. Жібер музыка. Ұстама, резинка ұстама. Көргенде сені қысылам жаным, не керек? Ай, бәрекелді. Қарындасым, ай, молодец. Ал, киіне қойыңыздар, киіп алыңыздар. Кеңірек. Ал кет, билеп.
sulu kızlar ay, neге sulusuzlar ay, gözlerinsiz жадырап жүрдік біз қалай. Ойбай. Молодец. Келе ғой, кетіп қалмаңыз, кетіп қалма. Бір приз алып кетіңіз. Рахмет, қойдым. Сосын бұлай, бір-бірлеріне қарап тұрыңызшы, бұлай емес. Жоқ, бұлай, ар қарап тұрыңыз, бұлай, оңға қарап, Сосын ұстамаңыздар. Кеттік ал. Мәссаған, мына кісілер үйреніп келедір. Ендігі қиындатамыз. Мынаны киіп аламыз, аяқтан түсіреміз, бастан емес. Бүйтіп алған оңай. Соны жоқ көреміз. Мына бопаны басып алған, бөпені басып кетпейін, бөпені ұстайық. Аяқтан түсіреміз. Өйткен сендер үйреніп алыпсыңдар, мына қолдан бүйте салуды. Ал, кішкене созылайық. Мына созылады, резинка ғой. Ал кеттік, билейміз. Аяқтан шығып үлгіреміз. Көйлек аларсың, сәулені саларсың. Сен гитарист, қалмай өзіңнен көңілімді ауларсың. Ой, мына кісі қалды. Рахмет. Мына жігіт кетем деп жатыр ғой, ең соңына қалып қойып алу. Финалға қалып жатыр ғой. Созылайық ары қарай. Ұстамаймыз. Ал кеттік, жібер. Сенде қалған бек болатын, бір көргеннен сүйіп қалатын, сен әуенсің хит болатын. Рахмет. Ал кеттік, кәнекей, финалға ең соңында. Созылайық. Өте! Көздерің нұрдан тараған, Күннен сөне қалаған. көрінбей қалсың жанымнан. Ай, болмады. Рахмет. Ал, қарындасым, молодец, финалға шықты. Давай, финалға. Белімізге қоямыз. Арғай созыл аяймыз ба? Резинген аяймыз ба? Созылып тұрыңдар. Ал кеттік, жібер. Қарындасыма қалып қойды. Қарындасыма, молодец. Рахмет. Ал, главный приз. Чемпион, биші, танцор диско. Осы тойдың гүлі. Ешкімді шақ келтірмеген, атыңыз? Ғалым. Қожымет. Осы бір тілегіміз қат, содан кейін антракт жасап, алтырайық жасаймыз. Той болғаннан кейін барлығымыз айттық, мана тілек айтып кету керек. 5-ші столда тұрған Гүлнұр, Лейла, Нұралы, Дархан, Сымбат, Нұржан, Динара, Рауш, Нұржан, Алмагүл, Мадияр, Әлия, Қанаттар шақырайық ортаға. Ал кәнекей, Махаббаттың сезіміне батқым келді, екі бірдей бой жеткенге жаққым келді, екеуі
Бәрекелді жігіттер, қыздар. Ал, іштеріңізден бір-екі сөйлеп, қалғанымыз қосылып. Тұрса, кәне үлкен, кім бастайды? Дархан болады, біз Нұргүлдің әріптестері боламыз. Бүгінгі тұсаукесер тойы құтты болсын. Ақтөре немерелеріңіздің жолы ашық болсын, қадам мықты болсын, еліміздің белгілі мықты азаматы болсын. Қысқа нұсқа ары қарай бере берейін айтатындарды. Ал құрметті жеңіс Нұргүл, тойларыңыз құтты болсын. Тұсаукесер қадамы Ақтөренің құтты болсын. Өмір жолы ашық болып, болашағы жарқын болсын. Әр қадамы сәттілікке, қуанышқа толы болсын. Ақ жол тілейміз. Келешекте үлкен азамат болсын, сіздерді қуанта берсін. Тойларыңыз құтты болсын. Құрметті Жеңіс Нұргүл, бүгін отбастарыңызда үлкен той болып жатыр. Ақтүйенің қарны жарылып, балапаныңыздың бір жасқа келгені, тұсаукесері құтты болсын, қадамына құтты болып, жолы ақ болып, әрқашанда тек қана қызық қуанышқа толы болсын жолы, өмірі. Отбасыңызда ылғи осындай үлкен қызық қуаныш той бола берсін. Бәрекелді. Мінеке біз үш адам ғана сөйлейміз, қалғанымыз қосыламыз деп жатыр. Рахмет, Алланың нұр жаусын сый-сапаттарды тапсырайық. Сосын естелікке фотоға түсейік, иә? Ал, енді содан кейін алып қояйық, ағайындар. Мына тамада айтпады демеңіздер, сосын бата береміз. Ал, ортаға жеңге, Нұргүлді алып, ортаға тұрып, бір фотоға түсіп алыңыздар, естелік болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Ал, енді ағайындар, осыған алып қойыңыздар, сосын бата. Көтерейік кәй достар, махаббат үшінді. Мынау бата менен ерге көрген, жаңбыр менен жерге көрген дейді. Нағашысы Батырбектен илахи әмин деп бата сұрайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдайым оңдасын, әулие қолдасын, асқа береке бесін, дендеріңе саулық бесін. Мынау Ақтөреміздің ғұмыр жасы ұзақ болып, Алла тағала осы дұға тілегімізді қабыл етіп, әрдайым ғұмыр жасы ұзақ болсын, осы тілеген тілегімізді Алла тағала қабыл етсін. Әмин. Әумин деп қояйық ағайындар. Ал ағайындар, бата берілді далаға, жастар жағы далаға, ортада билік, 40 минут дискотека. Қаршымсың, ғашығымсың, шындықтың менің. Миллиардым, алтын күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, шындықтың менің. Жердің бетінде бар ғой бір адам.
여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 내일까지 오빤 강남 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 오빤 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 шаршама тек шаршама аяқ қолың талса да жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада шаршамай шаршамай аяқ қолың талса да жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортадай қуанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін қыз жігітке күлімдеп жігіт қызды сүйресін көңіліңді байқайын әнді шырқап айтайын бәрі тұрып билесін бәрі тұрып билесін шаршама тек шаршама аяқ қолың талса да жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада шаршамай шаршамай аяқ қолың талса да жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортадай сұлу қыздар ай неге сұлусыздар ай өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай сұлу қыздар ай неге сұлусыздар ай өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай сыйлық берген бізге құдай күнде көргем жүздерін арасынан мың қыздан өзге гүлді іздедім аңсадым сені іздедім қанша күн тез жолықшы сұлуым таппай сені шаршадым аңсадым сені іздедім қанша күн тез жолықшы сұлуым таппай сені шаршадым
Men narahat, sen narahat, qizlar narahat, balдар narahат, qizlar narahат, men narahат, men на кофе, в аккурате, белый дым заряжен в аппарате, чем быстрее, тем катей, денег много, всех платей, мен нарахат, qizlar нарахат, мен горячий парень на халате, я Версачи, стал богаче, едет ну так быстро, под табачем весь. Белый дым залетает в танцпол, мои джиги рядом топим газпол, здесь красивые девчонки каракул, мы кидаем эти деньги на стол. И сильно, балдар нарахат, qizlar narahат, men narahат,
Мінекей қадірменді меймандар, олай болса бүгінгі осы ақтөре баламыздың тұсаукесер тойының екінші дастарханында жайылып болып тұр. Алдымызға екінші ыстық тағамда келіп жатқан жайы бар. Ауыздарыңыз дәмдеп отырсын ағайындар. Олай болса өлемейтін қазақ болмайды, ұяламайтын мысық болмайды дейді ғой. Мен де әнші болмасам да осы қазақтың тойына атсалысып жүрген жайым бар. Бір тамаша ән орындап берейін, сіздердің ауыздарыңыз дәмдеп болсын. Сағыннан да бір келесің, сарғайған да бір келесің деп сағынысып көрсек. Кездескенде ақ жүзіңмен шағылған, күн нұрына қайран қалып кетіп, сезімімді күмән санап жаңылған, батылым жоқ болғаныма өкінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Қала берем мекенімде сен ойлап, жүрсе екен деп өз елінде аман сау. Бар тілегім жаз гүліндей жүр жайнап, кездесейік жалын атып жанартау. Жалындаған жас шағымның жаңғырығын жанартау. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Тойымыз тойға болсын деп қояйық. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Бауырыма сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Қадірменді ағайындар, әннің есері бар, естісі бар, құлақты тесері бар дейді. Сондықтан да осы қазақтың тойында бір шамалы есті әндерден айтайық деп жатқан ниетім ағайындар. Я тойымыз той қаласын деп қояйық. Осындай той демекші, тойда бір жырау келіп, ақын жігіт келіп, домбырасын алып, айдай, 15 минут бойы бір жыр терме айтқан ғой. Содан бір шаршап кеткен төрде отырған екі апамыз, әй мынау бала кімнің баласы, сұқылдап өзі қоймайды екен, тоқтамайды екен десе, екінші апамыз айтады дейді, оны қайтесің? Айтса айта берсін, бәрібір тыңдап отқан жоқпыз ғой деп айтқан екен дейді. Сол секілді мынау әнді нақышына келтіріп айтатын жан бар. Сондықтан да осындай бүгінгі Ақтөредей нәрестеміздің тойында шама шарқымызша орындап отқан жайымыз бар. Ақтөре деп бір қошемет ұрып қойсаңыздар ағайындар. Жігіттің қазалысың, назалысың, жаныңмен қолмасаң жазалысың. Қонақсыз той думансыз өткен өмірге саналмайды қазақ үшін.
Осындай қазағының қазағағың, әубестен аңсағаны таза қоғам, адамдар арасында өмір сүріп, адамдармен аралас боғаза болған. Жігіттің қазалысың, назалысың, жаныңмен ұға алмасаң жазалысың. Қонақсыз тойдумансыз өткен өмірге саналмайды, өмірге саналмайды. Қазақ үшін деп ниеттеген ағайын. Олай болса, осындай той бар шаңырақта болсын деп қойсақ ағайын. Жеңгеннің құрбасы достары деп мен ортаға топтап аттан айтып шақырайын. Жақсылық, Айгүл, Какан Алтынгүл, Майра, Айгүл, Гаухар, Талғат, Серік, Әлия, Боранбай, Нұргүлдің осындай достар шығып атқан жайы бар. Дос көңілі аққардай, дос көңілі ақтаңдай, күнде мені қолтықтап бірге келе жатқандай, су түбінде асыл тас, қолың жетсе аларсың, бірге жүрген досыңмен туысқандай боларсың дейді. Мінекей туыстыққа айналып кеткен, алдыңдан бір дос бар мал кеткенше, бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше дейді. Жан берерліктей достары ортаға шығып тұрған жайы бар. Олай болса осы достарының бір ауыз жақсы тілегін тыңдасақ ағайындар. Қай, мына жақтан бастайық. Сен айт, мен айтқа салмайық. Шаша қарған осы ортамыздағы үлкен қариясыз деп жатыр. Рахмет. Ассалаумағалейкум бет жиналған қауым баршамыз бөтен емес, біреу жолдас, жора, ағайын, жекжат, туыс, бауыр деп жатамыз, елдес, көршілес, бір балықпен айтқанда көлдес деп атамыз. Ал жәке мінекей, сендердің отбасыларында бүгін әулет деп айтайық, барша әулет бүгін қуанышта. Мынау немерелерің, оны біз білеміз, бардық, қызықты бірге бөлісіп жатырмыз, көп сен деп мінекей. Біраз жолдан да қалып жатырмыз. Өзің сияқты жігіт сұлтан болсын, кісімен сыйласа білетін болсын, өзің сондай азаматсың, кісімен жақсы сыйласа білесің, өте тартындысың, сондай тартынды азамат болсын, атасын жолын қоған болсын, сендей болса жаман болмас, сенен жақсы болсын. Соған қарап ел, соған қарап жұрт, соған қарап қызғатындай үлкен азамат болсын, белестен көрініп болса бір. Сондай өрісті жігіт болсын, қанатты болсын, қанаты талмасын, сынбасын, бақытты да бақытты жан болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Өздерің тек қана сол баланың қуанышына ғана қашан болсын тоймаңдар. Отбасылармен бақытты болсын, уайымдарың жоқ болсын. Үйлеріңде тек қана осындай той көп болсын. Елім заман, жұртымыз тыныш болсын. Тойшыл қауым міне бүгін Жеңіс пен Нұргүлдің тойы құтты болсын. Ал Жеңіс досым Нұргүлна кішкентай балапандардың тұсаукесері құтты болсын. Денелері сау болсын, ата-анасы аман болсын, атасы мен әжесі сендер аман болыңдар. Енді бірінші тай ғой, енді ешқашан жығылмасын, жол әрқашан ақ болсын. Бар жақсылық тілеймін енді. Атасы мен әжесі сендер аман болыңдар. Осы әрқашан шаңырақтарында той болсын. Қартаймаңдар екен. Осы әдемі болып жүре беріңдер. Айтады ғой, тойдың сәні шашу шапан дейді ғой. Енді Ақтөреге не тілеймін? Ақтөре әрқашан елдің бір елеулі азаматы болсын. Сыйлы, құрметті, әрқашан барған жерінде арқасынан шапан жабылатындай, сондай азамат болып өшсін. Соны ырымдап, қазақтың ырымдары бар ғой. Енді өзім ойланым, Жеңістен досымның немересіне бір ырымдап шапан жабайшы деп кішігірім өзім шапан алып келдім, кішкентай. Шапан шашу. Қайда Ақтөреге? Бәрекелді кезіңе қошеме тұрып, көңіл білдірмейміз ба? Достарына. Жана арқасын әрқашан шапан жабылып жүрсін, сосын
Gelin ваген ба машина мінгені сол болсын. Немерелерің көп болсын, немере сүйдің, шөбере сүйіндер, шөберен алақанына май жалауды нәсіп етсін екеуіне. Немерен боғына жығылып жүре беріңдер екеуін. Жеңіс болсын. Нұргүл, бүгінгі немерелердің туғаныңдар құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Айтқан тілектердің бәрі періштенің құлағына салынсын. Осы не тілеймін, тек жақсылық, отбасыларыңыз амандық, дендеріңізде саулық болсын. Осылай әрдайым осындай кейін дастархан басында осындай жолдастарымен ойнап күліп, осылай тойлай беріңдер, немерелерің көп бара берсін, тек қана жақсылық болсын. Ал Жанька досым, Нұргүл, бүгінгі тойларың құтты болсын. Ақтөренің өмір жасы ұзақ болсын, өздеріңе қолғанат болсын, артына нере берсін. Біз Жанькамен 11 жыл бір мектепте, бір класста оқығанбыз. Жеңістің біз қандай екенін білеміз, ақ көңіл өте сондай. Біз былтыр бәріміз 50-ге келдік. 50 жасымызда ақша жинаймыз ғой. Сол кезде Женька бірінші болып шығады. Деп, неде группада. Сондай ақ көңіл, сондай жігіт, осындай неңнен тайма, осылай достығымыздан айырмасын, аман болыңдар. Осы шаңырақта тек қана той болсын. Жақсылықта, тойларда кездесе берейік. Кеш жарық, тойшыл қауым. Нұргүл, Жеңіс, бүгін үлкен мынандай керемет мейрамханада мынандай кішкентай балапанның немерелерінің тұсаукесерлерін тойлап жатсыңдар. Көптен көп рахмет сендерге. Балапандарың қызығын көріңдер, немерелерің көп болсын, отбасыларында тек қана той болсын. Дастархандарың тек қана жақсылыққа жайылсын, достарың көп болсын, шұпандарың жоқ болсын. Осы балапандар өсе берсін, өне берсін, әке-шешесіне көп рахмет осындай немере сыйлап жатқан сендерге. Сол жұптар жазылмай, бақытты болсын жастар. Сосын Еркеболат кластасымыз аманатын құттықтап жатыр, келе алмады. Маған сен бере сал деді. Сол менен саған сол подарка. Ал, Жеңіс, Нұргүл, мына немеренің тойы қайырлы құтты болсын. Міне тұсауын кесіп, міне бүгін бірге кейін тойлап жатырмыз. Ертең осылай той думан бола берсін. Сол осылай Нұргүл екеулерін бірге қартайындар. Немере шөбере көрге жатсын. Сол амандықпен келсек енді. Кішкене короткий сөйлейік. Жеңіс, Нұргүл, тойларың құтты болсын. Мен шатаспасам, мен біздің арамызда сендер көшбасшы қойдым, осы ата болып немерелерін сау кесіп жатсыңдар. Кеше ғана ойнап күліп жүрек, уже ата әже болды деген сенбейсің. Сол құтты болсын, осылай көшбасшы болып жүріңдер. Ақтөренді Алла жазса, ертең жігіт болғанда сен картаясың ғой. Соны анау смартфонмен жүретін біріне ойлап шығарсың. Автогрейдер. Сондай білімді, мықты азамат болсын еліміздің. Сол үшін. Ассалаумағалейкум, Жеңіс, Нұргүл. Мына Ақтөрен бір жас тұсаукесер мерейтой қайырлы құтты болсын. Өмір жас ұзақ болсын, үлкен азаматшы болсын. Үлкен белестерден көрінуге Алла Тағала несіп етсін. Ал мына Жеңіс досым, Нұргүл, мынау тұңғыш немерелерінің тұсаукесер тойы қайырлы құтты болсын. Дені сау болсын. Әр қадам басқаны нық болсын. Осылай жылдан жылға, айдан айға сіздерді қызықтармен тойдыра берсін. Енді мынау тұсаукесерден кейін сүндет той болсын. Ары қарай енді мектепке барғаны бар. Бәрі солай жалғасып, өздеріңді қуанттыра берсін. Немерелерің көбейе берсін. Біздің жолымызды берсін. Қайда жүрсек те аман болайық. Жолдастығымыз ажырамасын енді. Ары қарай пенсияға шықсақ та әйтеуір дос жолдас болып жүре берейік. Бақытты болыңдар отбасыларыңмен. Ал Жеңіс досым,
бір жағынан Жеңіс досым да болады, нағашы да болады ол маған. Рас, ағыс, мен шешем ағыс. Мынау міне немерен үлкен азамат болсын осы Қазақстан. Мынау атасы Талғат Бегелдинов құсап, ұшқыш боп, Талғат Бегелдинов 17 жасында мынау майданда немістерді қырған ұшып жүріп. Біздің нағашымыз сенің атан, мынау сенің немеренің атасы ғой. Сондай болсын, үлкен жігіт болсын, дүркірет жүретін мынау. Қазақ деген рухы сынбайтын халық қой. Сондай мынау қазақ елінің үлкен азаматы болсын, дені сау болсын. Мынау міне немеренің қызықтарын бәрін бірге тойлап жүре берейік. Сендер сенің арқан, Нұргүлдің арқасынан бәрі міне осылай жинап отқан ден саулықтың арқасы. Сендердің денеден сау болсын, шаңырақтарың мықты болып, дастархандарың майлы болсын. Осылай міне достар, құдағилар, туыстар бәріміз жиналып, осылай тойлай берейік. Қазақ елінде той болсын. Ал Жеңіс Нұргүл, тойларың құтты болсын. Ақтөренің арқасында міне Жеңіс досым Торғай даласын көрді. Торғайда талай демалдық. Ақтөренің арқасында үлкен азамат болсын енді. Артынан ерген іні қарындастары көп болсын. Көз тимесін, той қаласын. Сол сыйластығымыз жағынан болсын. Ал міне Жеңіс Нұргүл, немереңіз тойыңыз құтты болсын. Оған дейтім денсаулық болсын, ауырмасын, үлкен жігіт болсын. Сол. Ал бәрекелді. Мінеки құрдастарына қошемет шапалақ жоқ па не? Қыздардан жаңа бір қыз айтады деді ғой ішінде. Алыстан келген, сонау 200 шақырымнан келген Гауһар Қарағандының осындай жеңіс үшін деп келген. Сіз енді қыздардың атынан общий бір тілек айтып жүрсеңіз, бір ауыз айтсаңыз да жетеді. Ал кәнекей, қошемет жоқ па не Гауһарға? Мынау кейбір жігіт бар, осы Астананың ішінде тұрып келе алмай жатыр. Оның қасында мінекей осындай жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Ал кәнекей бір тамаша. Жеңіс Нұргүл, Төренің тұсаукесер тойы құтты болсын, дені сау болсын. Не айтам, жаңағы айтылып атқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын, тек қана жақсылық болсын, тойға ұласа берсін. Бәрекелді, әумин айтқан тілектерің қабыл болсын ағайындар. Мінекей достарың осындай көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Мінекей енді конверттеріңізді тапсырып қойып, сосын бір фотоға түссеңіздер достарыңызбен, а? Ал кәнекей. Ал бері қараймыз, фотоға түсейік. Ал бәрекелді. Құрметіне тойымыздың басын қалай бастап берсе, Сарқалым би тобын ортаға шақырайық, тамаша бір кезекті биіменен, а? Кәнеки қорықтаға! Ей, тоқтаңдар. Одан да өзіңіздің халық әндерін айтсақ, қалай қарайсыздар?
арқа жағы еділдің бергі жағы, жағасында жайқалған жапырағы. Үхлем ай жеңеш ай сағындым сәулем, бір сен ойлай. Үхлем ай жеңеш ай сағындым сәулем, бір сен ойлай. Ата-анамды сағынып әнге салдым, бауырымның хабарын алмағалы. Үхлем ай жеңеш ай сағындым сәулем, бір сен ойлай. Үхлем ай жеңеш ай сағындым сәулем, бір сен ойлай. Кекілін қысқа бозбала шашын майда, іздемеген жігітке қыздар қайда. Оймақ ауыз күлім көз торалай қас, кездесер мен өзіңнен осындайда. Қыз ұлғымда ауылым, қыз бозбала сауығым, өзіңменен ойнамай басылмайды дауылым. Қызға жігіт құмарай, қыздар мойнын бұрадай, келіп қалса шешесі сарт еткізіп ұрадай. Асау керіп жүрмейді шалдыққанда ақау, еркін даусым келмейді қарлыққанда ақау. Пәнім ай, талма менің жаным ай. Сүйген жарды көре алмай армандадым ақау, сағынамын сарғайып зарыққанда ақау. Пәнім ай, талма менің жаным ай. Hey, гүлдей гүлдей гүлжанай, күнде қызық думанай. Бипылы бипылы бипылай, тартшы құрбым бір күй-ай. Бипылы бипылы бипылай, тартшы құрбым бір күй-ай. Hey, гүлдей гүлдей гүлжанай, күнде қызық думанай. Бипылы бипылы бипылай, тартшы құрбым бір күй-ай. Бипылы бипылы бипылай, тартшы құрбым бір күй-ай. Қыздар-ау, жігіттер-ау, өнерімізді тамашалады. Ендігі кезекті қонақтарға берсек қалай қарайсыңдар? Ендеше биге шақырайық. Кәнекей баршаларыңызды ортаға би алаңына би билеуге шақырамыз. Кәнекей көңілдірек. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обоз медведей, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла.
ағамыз күннің боранында бір ағамыздың үйіне келіп жылқының етін жеп алып, құрт салып, сорпа ішіп алып айтты ғой, манағында емес күн жылынған ба деп. Сол секілді манағында емес күн жылынып, кішкене қан жүгіріп бетімізге көңілді көтеріп атқан жайымыз бар. Ал манағы үрдіс бойынша Жеңіс Нұргүл. Сіздер что шаршап қалдыңыздар ма, әлде шапарақ орғыла? О кісілер келмей жатқаннан кейін ұрмай жатсыздар ма? Нұргүл! Жеңіс! Ой, бәрекелді. Жеке мен әдейі шақырып жатқанмын ғой, сіздер тұрмасаңыздар, мына кісілер шапалақ ұрғысы келіп жатқан жоқ. Сосын екеуіңізді осылай шақырып, қасыма алып, сөйтіп жүрмесем. Рахмет, Алла разы болсын, енді бір тілек беріп жүрейін. Мына ортада отырған 7-ші столда депті Елмира, Руслан, Нұрболат, Айнұр, Ерболат, Роза, Мұнарбек, Гүлнұр, Ануар, Жұлдыз, Мақсұт, Гүлзада, Еркебұлан, Айдана, Гаухар, Ардақ, Әділдер шақырайық ортаға. Хейді, қане билеп. Таңертең мазалап самал жел, айлы түн астында, ақ гүлдер қасында, өзіңді сүйгізіп басқаға. Айлы түн астында, ақ гүлдер қасында, өзіңді сүйгізіп басқаға. Бәріне кінәлі, бәріне кінәлі, бәріне кінәлі жалғыз. Айлы түн астында, ақ гүлдер қасында, өзіңді сүйгізіп басқаға. Ой, рахмет, молодец қыздар. Мінекей. Жеңіс Нұргүл, немерелерінің тойы құтты болсын. Ақтөре бір жасқа келіп, Ақтөреге тілейтін денсаулық. Сендерді қызықтырып жүре берсін. Жеңіс Нұргүл, немерелерінің туған күні құтты болсын. Жастан жас қосыла берсін. Айдым, Жеңіс Нұргүл дегенде сендерге де айтып отырмыз. Аяқ астынан өткен жылдан бері ата мен әже болдыңдар. Осындай кен дастарханда ойнап күліп келесе берейік. Ақтөренің денсаулығы мықты болсын. Сіздерді қызықтырып өсе берсін. Мына кезде көптеген айтылып отқан тілектерге қосыламыз. Ал. Апаня, Жеңіс, Айдын, Альмира, бүгінгі үлкен тойларың құтты болсын. Кішкентай Ақтөреміз ақ патша болсын, елдің сүйген азаматы болсын, ел бой түзейтін, қарайтын бір атына заты сай үлкен азамат болып өссін. Құдағи төрде отырған жиеніңіздің жасы ұзақ болсын, ұзағынан сүйіндірсін қуанышыңыз. Әжесі, сізді де құттықтаймыз. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, осылай бала-шағаларыңыздың тойын көруден жазбасын. Барлық қонақтарға, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Барлықтарыңыздың үйінде осындай үлкен дүбірлі той болсын, дендері сау болсын. Енді бұл Ақтөре, оның енді өмірдегі несі көп болады ғой, үлкен немере болған соң. Барлығын требовать етесіздер о кісіден. Артынан еретін бауырлары көп болсын. Тағы да қуаныштар болсын, Әділдің тойына келейік. Тағы да немерелердің тойына келе берек, біз тойға келе береміз. Бәрі жақсы болсын, аман болыңыздар. Ал Жеңіс Нұргүл, немерелеріңіздің тұсаукесері құтты болсын. Қадамы нық болсын, жасы ұзақ болсын, өздеріңіздің көз қуаныштарыңыз болсын. Ал міне құдалар тоже жиендеріңіздің тұсаукесері құтты болсын, жасы ұзақ болсын, аман есен болыңыздар, жасы ұзақ болсын кішкентайларыңыз.
Жезде, апашка, немерелердің тойы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, ешқашан ауырмаңдар. Сіздер де осы ойнап күліп жүре беріңдер, отбасыларын өсе берсін, күшейе берсін, бақытты болыңдар. Ал бажа, қайнапа, немере акторыңыз оңыңыз не құтты болсын, не деймін осы, бәрін тілектен қосылам. Акторымыз енді үлкен азамат болсын, денсаулығы мықты болсын. Ал құдаларымыз немере, жиен немереңіз құтты болсын. Сол бәрін жақсы тілеймін сіздерге. Арқашында осылай акторымның сүннет тойына кездесейік. Бүгін міне той басталғалы кішкентай ақперіштеге ақ тілектерін айтып жатыр. Ең бастысы, мұнда бір тілегі болсын, періштен құлағына шалынсын. Тек тәтті қылықтармен қуанта берсін. Сол, ең бастысы сол. Женис, Бажа, Нұргүл, Апаня, Айдын, Альфия. Как? Альмира, извиняюсь. Той құтты болсын. Пусть малыш растет на радость. Всего самого хорошего. Пусть будет здоровый. Пусть смело шагает по жизни. Қазақстанның бір беделді азаматы болсын. Сол той құтты болсын. Добрый вечер, дамы и господа. Женис, Жезде, Апашка, Альмира, Айдын, немерелеріңіз және ұлдарыңыздың бірінші жыл бірге келулері құтты болсын. Ең бастысы денсаулық, зор бақыт, ашық аспан тілеймін. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Әрқашанда тек жақсылықта кездесе берейік. Нет, подожди. У меня супруг Альфия назвал. Не обессудьте. Мужья заняты тем, что добывают денег, а в остальные, получается, моменты не включаются. Для меня ты Альмира, мы с тобой общаемся. Моя Жездешка, Апаня, Айдын, Альмира. Мы вас всех очень сильно любим. Қазақшамыз жетпей қалды. Сол үшін кешірім сұраймыз. Мы вас очень сильно любим. Желаем всем, кто здесь сегодня находится, крепкого здоровья, благополучия, мира, сол, чтобы в мире не происходило, чтобы у нас царило благополучие, тишина и уют. Аспанымыз тек көк, ашық болсын. Сол үшін алып қояйық. Ал Нұргүл, Женис, сендерді бүгінгі немерелердің бір жас тойымен құттықтаймын. Қазақстан еліміздің, Қазақстан Республикасының үлкен азаматы болып өссін деймін. Сол, тек қана жақсылықта кездесейік. Мен алтын апам Нұргүл аман есен жүре берсін. Женис екеуін қартаймандар, бастарын бір жаста қартаюға нәсіп етсін. Айдын мен Әділге сендердің жолдарыңды берсін. Сендердің жолдарын былай қарап тұрсаң үлкен ғой, көп нәрсені көрдіңдер. Сол Айдын мен Альмира сендердің жолдарынан тек қана жақсылығын алсын. Мен жаман нәрсені көрмеппін, тек қана жақсылықтарын көріппін. Осындай той жасау әрбір адамның қолынан келмейді. Сол, осындай бақытта қана кездесейік, тек жақсылықта кездесейік. Сол үшін... Можно я дополню? У нас люди любят по разному поводу, по-разному встречать. И разное величие. Бүгінгі Ақтөренің ақ төрде алып шыққаны, чтобы всегда было. Чтобы это величие у вас не угасало. Я не скажу за всех, я сама по себе. И супруг мой такой же. Мы любим тихо в семейном кругу
А вы любите так, чтобы знали, вот он, Женистің ұрпағы, ақ. Вот это кресло, я даже не знаю, как по-казахски. Төр. Сонымен алып шықты. Сол биіктерден көріне берсін немерелерін, ұрпақтарын. Вот кто как требует, кто как желает, чтобы ваши вот желания, мечты сбывались, чтобы те кен биіктерден кездесе берейік. Мы будем, я обожаю апаню свою, чистежку своего. Что бы там у вас ни происходило, я буду за вас рада. Не только я, мой супруг, мои дети и біздің ұрпақтарымыз будут за вас рады и говорить, это Ташкеновтердің ұрпақтары, это моя апаня. Мы будем вас любить и ценить. В принципе, как и за любых Булебаевых и Ташкеновых. Сол. Большое спасибо. Ал, сый сипаттарын тапсырайық, сосын бір естелікке сүгір өткізейік. Кәнеге. Ой, бәрекелді. Ал, фотоға түсейік. Бардыңдар. Сондықтан да болайын деп тұрған балаға ақ тілегімізді айтайық. Мінекей, ақ жол тілеп, мінекей осындай бір өнерін көрсетсін. Қандай күй тартасың? Балбырауын деген күй тартам дейді ағайындар. Ал, енді олай болса Арсенді қошемет! Бәрекелді. Арсен баламыз өркені өссін. Ой, бәрекелді. Арсен, давай, өркенің өссін. Әне, апалары беріп атыр. Мінеге бәрекелді. Ой, бәрекелді, қадірменді ағайындар. Жеңіске қошемет жоқ мәне? Келесі енді мен Нұргүлді шақырмайын деп атырмын. Нұргүлдің орнына баланың да баласы бар дейді ғой. Мынау Ақтөренің әкесі Айдын шақырайыншы. Айдын! Айдынға қошемет! Ал ағайын, мен бұл екісін шығарып атқаным қазір жеке мынау құрдастарыңнан сен үшін тұратын 3 жігіт
екі қызды маған шақыршы, аттарын атаңыз, шығады ортаға. Екі қыз, үш жігіт. Сен Айдын, үш жігіт, екі қыз, сен дайындай бер. Ал Кәнекей. Боранбек, Айгүл, Боранбек, Айгүл, Гаухар, үшеу. Енді екі жігіт. Айдын шақырайын, ал Айдын. Азамат, Кәнекей, Азамат. Азамат, Боранбай ма? Кел, шығайық. Аттар атылған кісілер шығайық. Гаухар, келе қойыңыздар. Жылдам. Так. Келіңіздер, тұрыңыздар. Екі қыз, енді бір жігіт. Жеке, енді бір жігіт қайда? Серік, Кәнекей, Серік кел. Екі қыз жетеді, екеуі. Біреуіңіз. Так, кел. Айдын, сен тез айт аттарын. Енді бір жігіт, екі қыз. Ой, бәрекелді. Мына әкелерімен екі әкесінің достары жарысады кәу осы жерде. Айдын кәне, үш жігіт, екі қыз, я. Бірінің артына бір жігіт, бір қыз, бір жігіт, бір қыз арттарына тұрыңыздар. Сіздерде бір жігіт, бір қыз, бірінші бір жігіт, бір қыз, бір жігіт, бір қыз тұрайық. Жеңіс команда. Мына жаққа қарап тұрамыз. Тұқиын ойық, ой, тұрайық. Ал, Айдын, бара беріңдер. Ананы, Руслан. Ананы алып беріңдерші. Бұл ойын тұқиындығы жоқ. Барамыз, балғамен бір ұрамыз, қайтамыз. Жарсамыз әкесімен. Аррек. Мұнан үстіне ойындашы. Жігіт барамызда балған алып бір шегені бір рет ұрамыз, артқа кеп тұрамыз. Одан кейінгі барған кісі бір ұрамыз, қайтамыз. Қай жақ команд жеңеді екен? Жеңіс пе? Айдынның құрдастары ма? Ал мен 1-2-3 деймін. Жылдамдық керек. 1, 2, 3. Бір-ақ рет болды. Оп! Ой, бір-ақ рет. Болды. Бір-ақ рет. Ой, бір-ақ рет деймін, апа. Бір-ақ рет. Ой, бір-ақ рет. Опа, молодец. Ой, болды. Давай, жылдам. Ей, болды. Ой. Сіз қазақша түсінесің ба? Ой, болды. Оп, бәрекелді. Ой! Сіз бір-ақ рет тұрасыз. Ой, болды! Болды. Тоқпа. Мынау, анау көйлекте жүрген, ақ көйлекте жүрген апам негізінде қазақша түсінбейді ау деймін.
Апа, бір-ақ рет ұрасың. Сен өмші қақпысың ғой. Бұл дайындық болатын тұғын. Осыны бір-ақ ұрмайынша мен қайталата берем. Сондықтан да бір-ақ ұрамыз, на совесть ойнайық, я қайталап. Міне, бір-бір шегеден қалды. Сосын ана 2 рет ұрып текке қиналмайық. Кеттік, бастаймыз. Өйті! Ой, молодец! Опа! Өйті! Опа! Ой! О! Давай, 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 жеңіз! Айдын! Апа, давай, давай! Вау! Рахмет! Мінекі көрдіңіздер ғой. Жеңістің жағы ұрды, Айдын жақта бір удар қалып қойды. Точка. Жеңіске жеткен жеңістің командасы. Жай құр жібермеймін, бір приз берем. Негізі маған плотник жігіт керек, шегесін майыстырмай кіргізеді. Молодец, келіңіздер, бір-бірден. Жеңістің командасы бірінші орын алды. Ана жаққа қоттың. Ал енді қадірменді ағайындар, мынау той болғаннан кішкене екі жақты мен жарыстырып төбелестірейін деп атқан жоқпын, әзіл болсын деп атқан ниет қой. Мына шеге қағуды ұмытып қалдық, шыны керек. Үйде шеге қақпаймыз, біреу шақыртамыз, заказ береміз. Сондықтан да осыны қолға алып кішкене үйретейік, мынау қайтпай жұмыс істейік деген ниетім менің. Сондықтан да дұрыс түсініңіздер, неге әкеліп шеге қаққызып батыр демеңіздер. Жалқау болмайық, үйде бір шеге қағып тұрайық. Мына Ақтөрең тойында осындай бір ойын болды деп айтып жүріңіздер деп қояйық. Ақтөре үшін бір қошемет соқ қояйық. Ал енді анау приздарды көріп тұрсыздар ғой. Бір логикалық сұрақ қоям, соған кім жауап береді, соны алып кете береді. Мен сұрақ қоям, соны кім жауап береді, қолымызды көтереміз, келіп айтып кетеміз. Бірінші сұрақ. Балконның қазақшасы не? Келе ғой. Мына жігіт. Кезіктердің қоңырау кеш қоңырда, қоңыр көзде қоңыраттың бәрі қаза. Кетем деп алдайсың. Кім боласың? Батян жұмыста бір жеңістің. Жеңістің бе, Батяның ба? Енді Батя деймін, өткен мен әкемнің атымен, сосын мен Батя деймін. Батя деп кеттің. Өз атың кім? Амангелді. Амангелді. Балконның қазақшасы? Қылтима. Қылтимасаң қылтима. Бара ғой, рахмет. Да, келесі сұрақ. Ең үлкен алма қайда өседі? Мына жастарды да қатыстырайық. Келе ғой қарындасым. Ең үлкен алма. Бақты бірге боласың ба? Атың кім? Баян. Баян кім боласың? Альмираның подружкасы. Альмираның подружкасы. Ең үлкен алма қайда өседі? Ағашта. Алма ағашында өседі, рахмет.
ана бір кісі Алматыда дейді. Логикалық сұрақ қой енді, логикалық сұрақ ағайындар. Так, енді бір сұрақ. Ақылды еркек таңертең тұрып не істейді? Келе ғой қызыл көйлектегі, ей шіркін ай. Қызық екенсің, мен қызығып Жүрсең қызық екенсің. Әйтті, атыңыз кім? Айсем Нұргүлдің жеңгесі боламын. Нұргүлдің жеңгесі болсын. Ақылды еркек таңертең тұрып не істейді? Ерте тұрып жұмысқа кетеді. Жұмысқа кетеді, дұрыс емес, рахмет. Ақылды еркек кеш тәте, манадан 10 рет ұрдың ғой шегені. Сел! Өзі! Атыңыз кім? Сандуғаш. Сандуғаш? Кім боласың? Сандуғаш Сәкеновна. Сандуғаш Сәкеновна кім боласың? Жеңістің апасы. Жеңістің апасы. Ақылды еркек таңертең тұрып не істейді? Ерте тұрады, күн ең тыныш уақытын ұстап қалады. Дұрыс емес тәте, бара беріңіз. Жоқ, андағын оқып болған болмайды. Дене шынық тұру жасайды. Жоқ, рахмет, дұрыс емес. Келе қойш. Осын тауып алған адамға крупный приз беремін. Так, атыңыз кім? Гүлнұр. Гүлнұр кім боласың? Нұргүлдің сестренкасы ол. Нұргүлдің сестрі. Ақылды еркек таңертең тұрып Ұйқысына жалмай отырады. ұйқысына жып отыра алмайды. Рахмет, дұрыс емес. Атың кім? Гүлзада. Гүлзада. Ақылды еркек таңертең тұрып не істейді? Әйеліне шай қой дейді. Дұрыс емес, Гүлзада, бара қой. Мә, мұнан тауып алған адамға келе қой. Көзін ашады. Көзін ашады, дұрыс емес, ойбай. Кеш, екінші попитка. Ақылды еркек таңертең тұрып. Ақылды еркек Аллаға шүкіршілік етеді. Дұрыс емес, рахмет, бара беріңіз. Кеш, Гаухар, Караганда. Осынан бәрін өзіңше болып қинайсың мені, сені қыжайма өз. Гаухар, ақылды еркек таңертең тұрып Отырады. Мәссаған, отырмайды ол, отырмайды. Рахмет. Кеш. Мынау сұрақпен таң атырамыз оға. Так, атың кім болады? Ақжігіт. Ақжігіт кім боласың? Женка брат, коллега. Ақылды еркек таңертең тұрып? Таңертең тұрады да қайтадан ұйықтайды. Дұрыс емес. Кеш. Ақылды еркек? Ақылды еркек таңертең тұрып таңғы ас жасайды. Дұрыс емес. Рахмет. Ой, бай, мына кісілер очереттен келіп жатыр. Ақылды еркек таңертең ерте тұрып жүгіреді. Дұрыс емес. Рахмет. Басқа сұрақ қояйын, мұнан таппайсыңдар сендер. Басқа сұрақ қояйын, мұнан таппайсыңдар, ау таппайсыңдар. Кеш, ал, соңғы рет попитка, осын тапса 2 приз берем. Жоқ, анау кісі кел. Келе ғой, кел. Бірінші қол көтердің ғой. Жылдамдатсай. Барына шүкіршілік етеді. Айтты ғой, оны дұрыс емес. Ақылды еркек таңертең тұрып әйелін оятады ғой. Әйелін оятады деймін. Әйелін оятады? Жоқ, дұрыс емес. Болды. Мұнан таппайсыңдар. Келесі сұрақ қояйын, келесі сұрақ. Келесі сұрақ қояйын. Енді кішкене. Қыста да аппақ, жазда да аппақ, ол не? Кет! Төр жақтан құдаша! Қыста да аппақ, жазда да аппақ. Қайызғақ! Дұрыстапты! Мінекей осы қалған 2 приз ағайындары.
Ендігі сұрақ, оп оңай сұрақ. Үй жануары. Тоқ айтайын да. Үй жануары. 4 аяғы бар. Тоқтандасың да қанса айтайын. 4 аяғы бар. Дігідік шабады. Ол не? 4 аяғы бар үй жануары. 2 әріптен тұрады. Бас әріпі үй. Бас әріпі үй дедім. Мұнан қа беріп қойсен бетігі. Тау болса бар ғой масқара. Үй жануары, 4 аяғы бар. Бірінші әріпі үй, соңғы әріпі т. Ит қой, молодец! Мұна фриз тауып аласың қазір. Ақылды еркекті қойып жүрейін ба? Мұна фризға бір сұрақ қояйын, оңай сұрақ. Я? Оңай сұрақ. Белі бүкір, алысқа түкір, ол мылтық, ол не? Кел ғой. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық, ол не? Мылтық. Мылтықты мен айтып тұрмын ғой. Дұрыс емес қой. Кел. Жоқ. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық, ол не? Ана кісі келсін қазір, екінші өтеретіп тұра тұрыңыз. Атыңыз кім? Жанат. Жанат, кім боласың? Жеңістің інісі болам. Жеңістің інісі боласың. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық, ол не? Оқ. Оқ. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық, ол не? Түйе. Түйе? Мыналар өтшілік келіндесе бір-бірден. Ал, белі бүкір, алысқа түкір, мылтық, ол не? Жұмбақ. Жұмбақ қой, ол жұмбақ. Ал, тоқта. Ақылды еркек таңертең тұрып не істейді? Оянады. Оянады, дұрыс емес. Приз жоқ енді, приз жоқ. Кел, айта қойшы кәнеке, жауабын айсыз, мынау жігіт біліп отыр. Ақылды еркек таңертең тұрып жұмысқа барады. Дұрыс емес. Сондықтан таппадыңдар ағайын. Болды, приз бітіп қалды. Не істейді? Әйелін ескейді. Ойбай, бісміллә. Мына кісілер плюс 18-ге кетіп барады өзі. Ондай емес. Жоқ, болды. Приз жоқ. Енді мен ортаға той иелерін шақырайын. Жеңіс, Нұргүл, Айдын, Альмира. Тағын бір жеке. Қалып қоймасын үйде балалар. Ал ортаға той иелерін шақырайық. Қош емес. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Кел, Айдын, Альмира. Жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша. Тор бойыңа сенің бейің жараса. Кел қарындас, кел билейік оңаша. Ал енді қадірменді ағайындар, мінекей осындай тойда жеке, мінекей кішкентай ақтөреңіздің мінекей тойын дөрлетіп өткізіп атқан жайыңыз бар. Мына бақытты сәттеріміз болсын дейді. Сондықтан да осындай бақытты сәттеріңіз көп болсын. Осы кішкентай ақтөреміз үлкен азамат болсын. Бүгінгі айтылған көпшіліктің тілегі қабыл болсын, періштенің құлағынан жалынсын, үйінде тек той болсын деп қояйық. Ал өзіңіз бір тілек. Ал, ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Рахмет сіздерге осылай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Аман есен үйлеріңізге жету тілейміз. Ал, қадірлі қонақтар, сіздерге үлкен рахмет. Осындай той сіздерде де бола берсін. Көп рахмет сіздерге.
Ал қадірменді қонақтар, келгеніңіздерге рахмет. Осылай жинала берейік. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал құрметті қонақтар, біздің тойымызға уақыт бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Ең басты сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыздар, жолдарыңыз ашық болсын, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Әрқайсыңызға иіліп рахметімді айтамын уақыт бөліп келгендеріңізге. Одан кейін міне ата енеме, мама папама рахметімді айтқым келеді. Осы кісілер болмаса біз бұлай күліп ойнап жүре алмас едік. Осы кісілердің арқасы, осы кісілердің денсаулығы мықты болсын, ауырмасын, жұмыста табысты болсын, бар болсын, бақытты болсын, жолдары ашық, әрқайым осылай күліп ойнап, немерелерінің қуанышында осылай күліп ойнап жүре берсін. Ал енді тамада керек болса обращайтесь, құдан болады. Бәрекелді, біздің жеке реклама жасап жатыр. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, періштенің құлағынан шалынсын. Рахмет, бара беріңіздер. Енді ағайын, көбіне шыдаған азын ашылайық, маған енді жазып берген жоқ. Мына жерде жастар отыр, ол кісілерді орындарынан бір тұрғызайын, іштерінен бір адам бір тілек айтсын. Енді олар келгеннен кейін енді жазылмай қалды ғой. Сондықтан да осында отырғаннан кейін мына кісілер не істеп отыр демеңіздер. Тойға келгеннен кейін, кәнеке, осы жерде отырған жастар, шығыңыздар кел. Барлығыңыз шық келіңіздер. Ақтаудай баласы, Ақтауда менің досым бар, сыйласып тапқан жарасым. Маңғаз Маңғыстау даласы, Ақтаудың нардай баласы, жүрегі досым. Мінеке енді манадан бері айтып отыр қой, жеңіс Нұргүл деп. Айдын мен Алмираны ұмытып кетіппіз ғой. Еще спичкада жазбай қойғанбыз ғой. Енді дұрыссыңдар жастар, иә, сендерді әйтеуір үйленбей қалды деп жатқан жоқпын. Әйтеуір сендерге ең артынан осылай шақырып берейін деп жатқанымыз ғой. Дұрыс. Ал жастарға бір қошемет жоқ па не? Ал енді іштеріңізден бір-екі ауыз тілек айтайық. Я, қалғанымыз фотоға түсіп, естелікке Алмира мен Айдынды алайық. Ал кәнеке жігіттер. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Ал енді осы тойдан тойға ұласа берсін, той құтты болсын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ауырмаңыздар, сырқырамаңыздар, барлығы жақсы болсын. Айдын бәрі мықты болсын. Рахмет шақырғаныңа. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Айдын, Алмира, қуаныштарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, бүлдіршіндеріңіз үлкен азамат болсын. Соның қызығын көріп жүре беріңіздер. Биік асау алар жерлері көп болсын, үлкен азамат болсын. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Жалпы мен Алмираның кластасы болам. 11 жыл бойы бірге оқып, бірге білім алғанбыз. Мен Қостанайдан келіп отырмын. Осы тойға Алмираның біздің қуанышымыздағы ең бірінші бір жасы тұсаукесер той болғандықтан біз үшін ерекше болды. Жалпы шақырғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Аға, тәте, Алмира, Айдын, тойларың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Төрештей, атына заты сай болып, үнемі ақылды, білімді, білікті азамат болып өсе берсін. Қазақстан еліне, жалпы астанамызға танымал, ұлы азамат болып, әрқашан осы жерде той томалаққа жайылып, үнемі ақ дастарханда ақ тілектеріңізді шырқап, әндеріңізді айтып, үнемі осылай үлкендердің батасын алып жүре берсін. Осы ортада барлықтарыңыз гүлдей жайнап, осы әулеттің шаңырақтың тойына келе беріңіздер. Бұйырса осы шаңырақта той-тойға аласын, ақ мол болсын, отбасыларыңызға аман, бірлік, тек денсаулық тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет шақырғандарына. Үнемі тойдан қалмаймыз, барынша келуге де тырысамыз. Әрқашан бізді ұмытпай, үнемі осылай шақырғанына үлкен алғыс білдіреміз. Өзі келген класстастардан 2 бала ғана, және де өзінің подружкасы осылай тойдың төрінен орын алғанымызға өте қуаныштымыз. Рахмет көп-көп. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Алмира, Айдын, балалардың туған күні құтты болсын. Тек қана тойда осындай жақсылықта кездесе берейік. Бәрілеріңізге денсаулық, мол бақыт, осы бала үлкен жақсы болып президент болып өсе көрсін. Тек қана жақсылықта кездесе берейік.
Қайырлы кеш. Я второй раз выступаю. Я в разной возрастной категории. Среди взрослых и среди детей, можно сказать. Я вот среди них считаюсь себе равных. И среди взрослых считаю себе равных. Да, жасқа қарамайды. Главное, чтобы тілектеріміз ақ болсын. Айдын, Альмира, Ақтөре. Ақтөренің өмірі өзендей ақ болсын. Көңілі көлдей болсын. Бүгінгі айтылған тілектер. Сіз қайт шыққансыз ба? Да. Я равняю себя и к молодым, и к взрослым. Жоқ. Қысқартпай ақ қой. Тұра берсін, ят болсын. Давай сізге қарап отырмайды ғой. Ақтөре, сондай ақ болсын. Өмір жолы ұзақ болсын. Я вас двоих очень сильно люблю. Как люблю свою Апаню и Жиздешку. Желаю вам всего самого наилучшего. Бүгін маған тост беріңіз. Қиямин деп қол жайық. Серікбай құдадан бір ауыз бата сұрайық енді. Астарына азамандық дендеріне саулық берсін. Дастархандарың берекелі болсын. Қуаныштан қуанышқа жете беріңдер, мына ертер үлкен азамат болсын. Әумин, мұны сегі бір қаралық бата ғой. Үші бермейм деп батсын. Алағайын батамыз берілді. Мінекей келесі тойда жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Той қызық әулеттеріңізде бола берсін де қояйық ағайын. Той болсын, қазағында той болсын.